Көңілді балалық кезеңдер, жеміс бағында өткізген бақытты шақтар суретші Жиенбай Орынбаевтың шығармашылығында айрықша орын алады. Мына бір алмабақта отырған ақсақалды қарияның образы сондай жылы, біздің әрқайсымыздың жанымызға, сондай жақын, сондай әсерлі. Ал кенеп бетіндегі ақжаулықты әжелер бейнесінен мейірім мен даналық, ақыл мен парасаттың лебі еседі. Жиенбай Орынбаевтың шығармашылығы жан-жақты, көп жанрлы, дегенмен жанына жақыны ауыл көрінісінің пейзажы мен табиғаттың шексіз сұлулығы. Ол кісінің шығармаларында бүгін ұсынылып отырған әжелер бейнелері жалпы өзінің туған жеріне деген балалық кезінен естелік ретінде, сағыныш сезімі ретінде беріліп отыр. Суретшінің бояу тілімен сөйлеген шығармаларындағы сұлулық, терең ойға шомдыратын көркем көріністер ерекше әсер қалдырады. Мұнда да шабытпен бурқанған сезім, түс реңктер арқылы өмірдің қайталанбас қас қағым сәтінен сыр шертеді. Менің ойымша суретші үшін ең бастысы шабыт. Өйткені шабытсыз сәтті шығарманың өмірге келуі екіталай. Ал мен суретті аля прима салу техникасы бойынша салам. Бұл бүгін әлем суретшілері қолданатын кең таралған танымал сурет салу мәнері. Аля примада бояу қалың етіп жағылады да көрермен бір көргеннен әсер алады. Жиенбай Орынбаевты кескіндемешілер үшін ұмыт болған табиғи бедерлер қызықтырады. Қылғалам шеберінің туындыларында көк пен жасыл, сары мен қоңырқай түстердің үстемдігін байқауға болады. Олар суретші жан дүниесіндегі сезімнің күйіндей әсерлі. Жалпы түстердің құбылысын, үндестігін теңестіре отырып, бояу массасын теңестіре отырып, сол алғашқы көрген сәттегі табиғат көрінісін жеткізе білуінде ең ерекшелік шығармашылығындағы. Суретші көп ізденеді. Оның бейнелеу мәнері француз импрессионизміне деген таңданыс пен сүйіспеншіліктен туған анық. Алайда қарапайым қазақ суретшісінің өзіндік айшық өрнегі, ұлттық болмыстан қуат алған өз қолтаңбасы бар.